Фичи жақсы көретілер, жақыллап отырамыз. Осындай ажайып, сочный, мощный рецептпенен Айнұр әлемі бөліседі. Рецепті таярлайбыз аңсат. Бір майек, менде майек жоқ еді, бодене майектен пайдаландым. Бір майек, су, сүтті құйып, сары майды, семечко майды және де азғантай тұзды салып, жақсылап араластырып аламыз. Орташа қаттықлықта қамырды илеп аламыз. Қатты босан болып кетпеу керек, қаттан болып кетпеу керек. Айнұр әлемі har дайымғыдай аңсат үйде табылатығын затларменен бөлісіп барады. Кеше айнелді мютен деп айта қойып едім, 70% адам мютен болып шықты ғой, бәшесі ағайлы. Начинкасына болса пиязымызды, фаршымызды, приправа, азғантай семечко май және де сочный болу үшін ярым кесадан сәл көплеу су құямыз. Қызлар тырнағым өсірмеймен, тырнағымда лак жоқ. Сол үшін арқайым бола береміз, қолымда слей беремін. Суымызды құйып болып жақсылап және бір араластырып бір шетке алып қоямыз. Майектен сәл кіттейлау зуалаларға бөліп, қалплерімізді жақсылап майлап, майын жақсылап шағып аламыз. Қалбімізді майлап болып, зуаламызды, жайған зуаламызды үстіне басып, ортасына болса начинкаларымызды салып шығамыз. Начинкасына сіз қалесеңіз помидор менен картошкам салып жіберсеңіз болады. Тойымлы болсын десеңіз, начинкасын көплеу салың, адам басына біреу жетеді сол кезде. Оқылау менен бір жүріп формасын шығарып ала берем. Бәрін жайғастырып болып, үстін майеклеп аламыз. Қызлар енді тойымлы болады ғой, начинкасы қанша көп болса, har бір адам біреуін жейді. Үстін майеклеп болғасын қызып тұрған газымызге жіберіп аламыз. 20 минутта пісіп шығады. Бетін тесуді ұмытпаң, көтеріліп біртүрлі болып қалуы мүмкін. Қараңса қандай ажайып. Бәрбірді үйде істегенге есі жетпейді ғой. Кафеде ауқатыланып келсем, үйге келіп бір зат жемегенше жатпаймын. Ертең-ақ осы рецептпенен фичи ислеп берің, сіз іздеген фичи анық аузында дәмі қалады мазалылығына. Мені жойтып алмау үшін подписка басып қойың. Har дайымғыдай Айнұр әлемі зор рецептлермен бөліседі.